Бірде ислам ғұламасының алдына арсын арқалаған бір әйел келеді. 2 жыл бұрын сіз күйеуіміз екеуміздің некемізді қиған болатынсыз. Енді бізді ажырастыруыңызды сұраймын. Мен енді онымен тұрғым келмейді. Сонда ғұлама, сіздің ажырасуға деген ниетіңіздің себебі не деп сұрайды. Барлық әйелдердің күйеуі уақытында деп айтады. Ал менің күйеуім үнемі кешігіп келеді. Сол себепті үйде күн сайын ұрыс-керіс болады. Тамыр таныстың көрші қолаңның күйеулеріне қарасам, әйелдерін алақанына салып отырғандай. Біреуінің ұрысып жатқанын көрмейсің. Осылайша жұрттың күйеуіне қарасам, өз күйеуіме суып қала беремін. Оны қашанға дейін күтумен болмақпын. Әйелдің сөзіне таң қалған ғұлама, сонда себеп тек осында ғана ма деп сұрайды. Әйел, иә, не мұндай кемшілігі бар адаммен өмір сүргім келмейді деп жауап қатады. Аз ойланған кісі, қалауыңыз сол болса ажырастыруға болады. Бірақ менің қояр шартым бар. Қазір үйіңізге қайтыңызда маған дәмді бәліш пісіріп әкеліңіз. Алайда тәттіні пісірерде үйіңізден тұз да, су да, ұн да алмаңыз. Барлығын көршілеріңізден сұраңыз. Сондай-ақ оларға өз өтінішіңіздің себебін жақсылап түсіндіріңіз дейді. Әйел үйіне жетісімен дереу іске кіріседі. Көрші әйелге барып, Рухия маған бір шыны су беремісің деп сұрайды. Ол әйел, сендерде су таусылып қалды ма, аулада ағып жатқан жоқ па деп жауап береді. Су бар ғой, мәселе мынада, мен бүгін имамға барып күйеуіме шағым айттым. Бізді ажырастыруды сұрап едім, маған осындай тапсырмасын берді. Көрші әйел мұны ести сала, сен менің күйеуімді білсем ғой деп жарын жамандай бастайды. Рухияның жан айқайына қаныққан соң тұз сұрамақ болып, Асия деген көршісінің есігін қағады. Ол бір қасық дейсің бе, тұзың бітіп қалды ма? Тұз бар ғой, мәселе мынада. Мен бүгін имамға барып күйеуіме шағым айттым. Бізді ажырастыруды сұрап едім, маған осындай тапсырмасын берді. Асия сөзінің соңын тыңдамастан, ал сен менің күйеуімді білсең ғой деп, барлық өкпе назын жайып салады. Осылайша қандай елге барса да күйеуін жамандағанын естиді. Ақырында үлкен дәмді нан пісіріп, имамның алдына қайта келеді. Сізге мың алғыс, менің еңбегімді отбасыңызбен бірге бағаларсыз. Бірақ күйеуіммен ажырастырамын деген ойдан бас тартыңызшы. Айдалайын қызым, неге олай дедің дейді имам. Әйел шаттана, менің күйеуім бәрінен де жақсы екен деп жауап беріпті. Яғни жоғарыдағы оқиға әркімге өнерге болса егеді. Себебі соңғы жылдары қоғамдағы ажырасу жағдайларының көбеюі ақылесі бар адамды толғандырмай қоймайды. Жалғыз басты әйел, ажырасқан еркек, жартылай жетім қалған бала күн өткен сайын саны артуда. Мұндай дабыл соғуға тұрарлық жағдайда кінәні іздеп уақыт кетіру дұрыс емес секілді. Біз жүрекке әмір бере алмаймыз. Жүректердің иесі алда. Бізді қолдаған келетін жалғыз амал ескерту айту, себебі ескерту мұсылмандарға пайда келеді. Алла тағала әрбір отбасыға ынтымақ пен байлық, бақыт берсін.